Сәлем достар, жыл сайын әлемде 3 миллиардқа жуық найзағай ойнап, қас пен көздің ағасында бірнеше секундтың ішінде ғана пайда болатын бұл құбылыс болтта электр заряды жиналған сәтте сол электр ұшқындарынан пайда болады. Сіз білесіз бе, бір найзағайдың энергиясы 3 ай бойы 100 ваттық шамды жағуға жеткілікті. Сондай-ақ бір найзағайдың жарқылы 10 миллион 100 ваттық шамнан да күштірек. Ал найзағайдың жылдамдығы секундына 150 мың километр. Ал жер мен ауа найзағай жарқылынан 25 мың градусқа дейін қызады. Ал енді ойлап көріңізші, бұл алып күш туғы адамға тисе не болады? Бүгін біз сіздерге адамдарға найзағай түскен сәттерді көрсететін боламыз. Арнамызға жазылып, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Жалпы жақ-жұқ ойнаған найзағайдың адамға соғып кетуі ықтималдығы өте болмашы. Ол 2 миллионнан бір жағдайда ғана адамға тиіп жазым етуі мүмкін. Мысалы, мына видеоға түсіп қалған жағдайда Ромул Макнил есімді адам аса қауіпті құбылыстан тірі қалады. Ол басқа адамдардың көмегінсіз үйіне аман есен жете алмаған. Ромулдың айтуынша, бұл күні аспан бұлттанып жаңбыр жауайын деп тұрғанымен ешқандай күн күркіреуі болмаған. Алайда найзағай кенеттен пайда болып, бір адамның өмірін қия жаздады. Ерекше жағдайларға байланысты бұл адам тірі қалды. Аргентинада болған жағдай. Қатты құйын кезінде барлық телеарналар найзағайдың өте қауіпті болатынын ескерткен, бірақ соған қарамастан үйдің үстінен аққан жаңбыр суы балаларға қызық көрініп, олар дәл сол жерге барып қолшатыр ұстап видео түсіре бастайды. Өз ауласында болған соң ба, әлде қолшатыр ұстағандықтан ба, балалар өздерін қауіпсізбіз деп есептейді. Алайда найзағай түсетін жерін ешқашан таңдамайды. Оған бәрібір. Және қолшатыр тек жаңбырдан ғана қорғайды. Сондықтан бұл оқиғаның қандай болғанын өзіңізде түсініп тұрған шығарсыз. Бұл видеода қатты өсер кезінде үйлерінен шықпаңыздар деген ескертуге мән бермеген жігіт найзағайдың құрбанына айналды. Ол біресе ана жаққа, біресе мына жаққа жүгіріп, ақыры дәл найзағай соғатын жерге өзі барады. Ал мына видеодағы жігіт өз көлігіне отырып, оны гаражға кіргізбекші болады. Жақ-жұқ еткен найзағайларға қарамастан қолшатырмен бірге көлікке жүгіріп өтеді. Алайда дәл қасынан соққан найзағай оның жоспарларын күл талқан етеді. Басқаша айтқанда, бұл күн жігіттің жолы болған. Себебі дәл осы сәтте ол өлім аузынан шықты деуге болады. Бірақ нағыз жолы болған адам деп біз осы видеодағы атын айта аламыз. Ол көліктің артқы жағынан керексіз заттарын алып асығыс өтіп кетеді. Дәл ата өткеннен кейін жолдың параллель жағында тұрған ағашқа найзағай түсіп, ағаш жарылып, бар күшімен сол тұрған жерге құлайды. Ата сәл кешіккенде қатты жарақат алып, немесе қаза табуы мүмкін еді. Ал видеоны түсіріп тұрған қыз жаңбыр басылған соң ғана көлігіне отырады. Байқасаңыз, жаңбыр жауып жатқан жоқ, бұлттар да тарап, күн шыға бастағандай. Бірақ найзағай тек жаңбыр кезінде болады деген түсінік түп тамырымен ұмытуымыз керек. Себебі дәл осындай сәттерде аспаннан зор электр күші түсуі мүмкін. Ал осы жағдайға қайта оралсақ, видеоны түсіріп тұрған қыздың бүгін жолы болды. Өйткені оған келе жатқан найзағай жолда көк ағашқа тиіп, оны түгелдей жағып жіберді. Келесі видеода аспан ашық, бір тамшы жаңбыр жоқ. Күн сәулесі жерді қыздырып тұрған жазғы күн. Отбасымен серуендеуге таптырмас уақыт. Алайда бұл отбасы үшін осы күн өліммен
аяқтала жаздады. Найзағайдың ғарс етіп соққан сәтінен кейін үлкен жанұяның айтуынша олар ешқайда бармай үйде тыныш отырған. Ал бұл видеодағы адамдар отбасылық серуеннен енді ғана үйге оралған еді. Бірақ көзді ашып жұмғанша жас ата-аналар екі баласынан айырылып қала жаздады. Найзағай көршілес ауаға соғады. Мұндай жағдайларда өлімге келетін сәттер жиі болады. Не болса да үстінде су өткізбейтін киімі бар. Балалар тірі қалады. Бразилияда бейқам серуен өткізбек болған мұғалім бір сәтте өз оқушылар тобынан айырылып қала жаздайды. Күн күркіреп тұрғанына қарамастан барлығы далаға шығып кетеді. Ақыры найзағай дәл 1 метр қашықтықта соғып, жасөспірімдердің зәресін алады. Тағы да Латин Америкасы. Осындай қауіпті ауа райына қарамастан адамдар суға түсіп естелікке селфи жасамақ болады. Бұл естелік интернетте үлкен сәттіліктің көрінісі ретінде таралды. Абырой болғанда олар қатты қорқумен ғана шектелді. Әйтпесе сәл ғана өзгеше жағдайда өз өлімдерін видеоға түсіріп алуы мүмкін еді. Мысалы, осы видеода жігіттер найзағайды видеоға түсірмекші болады. Алайда найзағай дәл осылардың алдына түседі. Енді бұл видеоны олар туыстарына емес, найзағай түскен көрші үйдің адамдарына көрсететін болады. Шыны керек, мен өзім де найзағайды түсіруді жақсы көремін. Жаңбыр жауып күн күркіресе болды, камераны алып шығып түсіре бастаймын. Табиғаттың осындай ғажап көріністері адамды өзіне тартып тұрады. Бұл видеоның авторы да сол адамдардың бірі болса керек. Алайда найзағай оның алдында түсіп, үйдің айналасын күл-талқан етеді. Келесі видеода ешкім найзағайды түсіреміз деп ойламаған. Жай ғана камераны қосып, жаңбырдың тыныштандыратын дыбысын жазбақ болған. Адамдар осындай сәтті байқап қалады. Жалпы найзағай түсіндіруіне өте қиын құбылыс. Оның ғылым заңдарына толық сай келе бермейтін тылсым қасиеттері бар. Кейде найзағай адамды бір тал шаш қалдырмай күйдіріп жібереді. Ал кейде адамның қолындағы металл заттарды ғана ерітіп өзіне тиіспей кетеді. Тағы бір қызық жайт, найзағай әмияндағы қағаз ақшаны өртемей жанындағы металл түйіндерді балқытып жібере алады. Кейде мойындағы әшекейді жоқ қылып, терідей ерекше таңба қалдырады. Найзағайдың адамға әсері әртүрлі. Кейде адам мүлде өлмейді. Ағаш түбінде жаңбырдан тығылып тұрған адамның денесінде сол ағаштың ізі қалған жағдайларда кездеседі. Ғылым бұл құбылысты әлі толық түсіндіре алмай келеді. Достар, жыл сайын жер бетінде шамамен 44 мың найзағай жарқылдайды. Яғни сағатына 2000-ға жуық найзағай ақ секунд сайын жердің әр аймағында шамамен 100 найзағайды көруге болады. Сонымен достар, бүгінгі видео ұнаса, лайк басып, арнамызға жазылып, комментария жазып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Қош, сау, саламат.